Ал қорқынышты анимацияны бастамай тұрып сіздерге қорқынышты каналда ұсынғым келеді. Бұл каналда ең қорқынышты заттар, бұл жерде могилаға, өлген адамдарды табу, немесе әруақтармен кездесу сияқты қорқынышты нәрселер болады. Осы каналға жазылыңыздар. Искатели могил. Бір бала үйіне қараңғыда қайтып бара жатады. Сөйтіп жолда ол кедей ер адамды кездестіреді. Ол бұл балаға қолын созып, бір нәрсені сұрап жатқандай болады. Бала бұл менен ақша сұрап жатыр деп ойлап қалады да, оған ештеңе бергісі келмейді. Қалтамдағы бар ақшамды осындай кедейлерге бере берсем, өзімде ақша қалмайды ғой, деп осы адамды итеріп жібереді. Ол адам сол жерде жатып қала береді. Бала асықпай сәл жүргеннен кейін сол жерден қисық айналар аттракционын байқайды да, сол жерге баруды шешеді. Негізі кетіп бара жатқанда ішің пысады екен, тіпті қасыңда құлаққабыңда болмады. Сондықтан да өзің кішкене қызықтыру үшін осыған кіреді де ақшасын кассаға қарай созады. Кассадан қолы ескі бір адамның қолы көрінеді. Бұның ішінде қисық айналар көп екен, және олардың әрқайсысы әртүрлі. Ол әрқайсысын қарап, әрқайсысына күле берді. Ал соңғысына келгенде оның алдында бір зомбиға ұқсаған адамның түрі пайда болды. Бұл негізі өзінің түрі, бірақ бұл айна өте қорқынышты болды. Ол шыға берісте кассаға қарап, ең соңғы айна қорқынышты екен, мүлде күлкілі емес деп кетіп бара жатты. Сөйтіп үйіне қайтып бара жатқанда, қасындағы адамдар бұл балаға біртүрлі қарады. Тіпті иттер де үре берді. Бұл бала ненің не екенін түсінбеді. Сөйтіп ол үйіне келіп, лифттің есігін ашқанда, ішіндегі әйел аузы қисайған, көзі қап-қара бірақ шығып жатыр, ал шаштары қоңырланып кеткен. Ол өзінің жаңа түрін көреді де, қатты таңғалады да, қорқады. Осылай оның өмірі түбегейлі өзгереді.